Сәлем достар, мен сіздермен бүгін гойру лагманның рецептімен бөліскім келді. Менімен бірге болыңыз. Ең алдымен ысып тұрған майға етімізді салып жібереміз. Менде сиыр еті. Жақсылап қуырып аламыз. Қуырылып жатқан кезде пияз турап дайындап қоямыз. Мен сосын нанды илеп, кесіп уже дайындап қойдым. Қолды нан жасаймыз. Пиязды осылай ірі-ірі қылып тураймыз. Одан кейін картоп саламын. Менде өйткені балалар жақсы көреді картошканы, сол үшін картошка саламын мен. Басай капустасын осылай үлкен-үлкен қылып кесіп дайындап қоямыз. Ал нанды осылай алдында кесіп дайындап қойғаннан кейін біртіндеп 3-4 потокпен осылай созып отырамыз. Ара-арасында сіздерге солай көрсетіп отырамын. Соус болған соң міндетті түрде сұйық май бетінен жауып отыруды ұмытпаңыздар. Сосын бетін пакетпен жабамыз. Енді етімізді қуырып алған соң ақырын чесногын саламыз. Чесногын жақсылап қуырып, иісі шығады. Одан кейін пиязымызды саламыз. Пиязымызды да жақсылап қуырып аламыз. Мен жаз мезгілінде чесночный стручки, сельдерей, сосын жанды, соларды морозильникке қатырып қойған болатынмын. Осыларды аз-аздан осылай саламын. Бізде просто 4 адамға дайындалған соң порциясы осындай болады. Помидор саламыз, ірі-ірі кесілген. Помидордан кейін бір кішкентай қасықпен томат саламыз. Өзінің цветі жақсы шығады сол кезде. Жақсылап араластырып, дұрыстап қуырамыз енді. Жақсылап қуырып алған соң басай капустасын саламыз. Басай капустасында 5 минуттай дұрыстап қуырамыз. Бұл жерде әлі су құймаймыз. Өзінің суында, өзінің сорпасында піседі осылай. Кішкене соевый соус қосып жібереміз. Примерно үлкен ас қасықпен біреу. Ары қарай наныма келем. Пока қуырылып жатқан кезде мен нанымды созып, сұйық маймен етіп қоямын. Енді қызын бұрышын салып по вкусу дайындаған соң, кішкене қуырған соң картошкасын салып, тағы араластырып жібереміз. Бір 5 минут араластырған соң, бір кружка суық су құйып, бұқтырып қоямыз. Бұл бұқтырылып тұрғанша біз нанымызды полностью созып, дұрыстап пісіріп алуға көшеміз. Менде уже бұл 3-ші поток, кажется. Жақсылап созып, қолдан созған жақсы көреді менің отбасым. И бұлай тартамыз нанды. 3 рет жерге қағып жібереміз де қойып қоямыз. Көрдіңіздер ме? Менде ар жағында тағы бір уже нан тартылып тұр, созылып тұр. Оны да біраздан кейін етемін. Кішкене нан тыну керек, сосын бірақ созасыздар, қағасыздар. Қайнап тұрған ыстық суларыңызға тұз қосуды ұмытпаңыздар. Жақсылап тұрып, созып, нанын шығарып, бір-біріне жабыс қалмас үшін жақсылап пісіреміз. Нан бетіне шығып, осылай қатты қайнау керек. Сол кезде нанды вилкамен шығарып аламыз. Көрдіңіздер ме? Мен табағымда барлық суы қалды. Енді суыған нанның өзіне сұйық май жағып шығамыз. Мен суық суға салмаймын. Мен просто үлкен кісілер майға жақпай-ақ суық суға сал десе ғана салып берем. Енді уже пісті барлығы. Енді бір 5 минуттық қана жұмыс қалды. Сол кезде мен қатқан жаңағы перецтарымды салып, сельдерейдің жапырағын салып, бір 5 минутқа бұқтырып жіберем. Енді табаққа салып ас тартамыз. Араластырып, бұл мен мысалға күйеуіме салып жатырмын. Балаларға только картошка, біреуіне етпен қосып солай саламыз әрқалай қылып. Сіздерге ас болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазуды ұмытпаңыз. Салып болған соң міндетті түрде үстіне укроп пен чеснок себуді ұмытпаңыздар.